сияқты және де қанатты сөздер, афоризмдерді айыра білетін тапсырмалар беруге болады. Сосын екінші, қиялды дамыту ойындарын жүргізуге болады. Мысалы, 5 сөзден әңгіме құрастыр, немесе қиял әлемі тақырыптарында ой толғау деген сияқты. Одан эмоцияны бейнелеу тапсырмалары. Бір сөзбен, бір жолмен көңіл күйді сипаттау. Адам енді әртүрлі көңіл күйде болады. Біреуге мысалы қуанышты көңіл күйді сипаттайтын сөздер айт, және де сөйлем құрастыр. Біреуге ренішті көңіл күйді білдіретін сөздер қандай сөздер деген сияқты сұраулар қою арқылы оқушының жауабына сәйкес тапсырмаларды ары қарай байытуға болады. Сосын өлең құрастыруға үйрету жаттығулары. Грек сөздер арқылы өлең құрастыруға болады. Мысалы, жаңағы ауыл, дауыл деген сияқты бір-біріне мән мағынасы сәйкес келмейтін сөздерді өлең жолдары ретінде пайдаланып өлең құрау тапсырмалары берілуге болады. Немесе аяқталмаған шумақты жалғастыр. Өлеңнің басқа 2 жолын беру, немесе өлеңнің басқа 3 жолын беріп, 4-ші жолын тапқызу, немесе өлеңнің басқа 2 жолын беріп, 3-ші және 4-ші жолдарын оқушылардың өздеріне құрастыру. Осының барлығы жаңағы оқушының алғаш өлең құрауға, өлеңге деген талпынысын бастауына алып келетін жақсы жаңа қадамдар деп айтуға болады. Бір тақырыпқа бірнеше стильде өлең жазу. Белгілі бір тақырып беріледі, мысалы көз, жаз деген сияқты. Енді қазірде жаз ғой. Жаз деген тақырып берілетін болса, осы жаз тақырыбында бір оқушыға лирикалық стильдегі өлең, екінші оқушыға сатиралық стильдегі өлең, бұл әзіл, сықаққа құрылған өлеңдер. Үшінші, бір оқушыға романтикалық стильдегі өлең жазу тапсырмаларын беруге болады. Қазірде осы тапсырмамен жұмыстап көруге болатын шығар залда әріптестер. Қазір жаз деген тақырыпты алайық. Жаз деген тақырыпты ал әріптестер. Қалауларыңыз бойынша кім лирикалық тақырыпта, кім сатиралық, кім романтикалық тақырыпта бір жол өлең құрастыра қояр екен? Сөз сіздерде. Тақырыбымыз жаз. Әріптестер, кім әрекет жасап жатыр еді? Залдан жауап бар ма? Кәне, бірлі жарым жауап тыңдасақ. Онда ары қарай жалғастырайық. Үшінші, метафоралар мен теңеулерді қолдануға арналған тапсырмалар. Заттарды сипаттау арқылы теңеу ойлап табу. Мысалы, біз парта дейтін болсақ, метафора деген нәрселер, партаны неге метафора ретінде басқа қандай сөзбен айтуға болады? Парта, метафоралар. Оқушының
қамқоршысы, мысалы тақтаны басқаша қалай атауға болады? Қара тақтыны кәдуілгідей. Оқушы білімінің айнасы деген сияқты метафоралармен беруге болады, иә, әріптестерім. Берілген сезімді, қуаныш, мұң, үміт, қорқыныштарды метафора арқылы жеткізу. Мысалы, үрей мышты дейді. Қорқу деген мағынаны білдіреді. Бұлай қарасақ тұрақты тіркес, әрі осында метафоралық қасиеттер бар, иә. Үрей деген нәрсе, мысалы, қорқыныш дегенді білдіретін болса, ұшты деген сөз тіркесу арқылы бұл жерде метафоралық қасиетке ие болып тұр. Сосын кейін оқушыларға келесі белгілі бір тақырып бойынша көркем тілмен суреттеу жаттығуларын беруге де болады. Күз деген күзді күні мысалы оқушыларды терезеден сыртқа қарату арқылы ең бірінші ойландырып, сосын күзді не көрдіңіздер? Осыны көркем тілмен суреттеп жаз деген тапсырмалар берілетін болса, оқушылардан жақсы шығармашылық күтуге болады. Себебі олар визуал түрде бірінші көреді, сосын ой қорытады. Және де тапсырма көркем тілмен ой жеткізу болғандықтан олар ойланып, өздерінің ойларын ортаға салатын болады. Сосын тапсырмалардың келесі бір түрі ақын стиліне еліктеу. Бізде енді қазақта, әлемде ақыны көп халық кім дейтін болса, қазақ деп айтатын болсақ, ешқандай ұялмайтын шығармыз. Себебі қазақтан асқан ақын халық жоқ. Қазақтың қыздарының да, ұлдарының да кез келгені кезінде кездесе қалған жерде төрт жол өлеңмен қағысып, қақтығысып, өз ойларын жеткізіп, бір-бірімен әзілдесіп, қалжыңдасып жүре берген. Және де біздің халқымыз сөз өнері ең жоғары бағалаған халық. Өнер алды қызыл тіл деген халық. Міне сондықтан да бізде ақындар өте көп шыққан. Мысалы, қазақ ақындарының Абайдың стилі, Мұқағалидың стилі, Фариза Оңғарсынованың стилі ең танымал стильдер, иә. Қазіргі жастарымыздың көп осы Мұқағалидың стиліне еліктейді. Мұқағалидың стилін жақсы көреді. Өздеріңіз де жақсы көресіздер. Мысалы, Мұқағалидың стилінде 4 жол өлең жазуға болады. Міне, сол стилде қысқаша өлең жазу. Ақынның бір шумағын жалғастырып жазу. Немесе сол ақынның оңайырақ болу үшін бір жол өлеңін беріп, соны ары қарай жалғастырып жазғызуға болады. Топтық жұмыстың формалары туралы айта кетейік бұл жерде. Топпенен тақырыпты өлең жазуға болады. Немесе екінші келесі тапсырма бір өлеңді бірнеше бөліп жазу. Әр оқушы бір шумақтан жазу. Топта отырғанда бір бала бірінші шумақты жазса, екінші бала екінші, үшінші бала үшінші шумақты жазады. Өзара пікір алмасу, талдау және қолдау. Міне әріптестер, қорытынды бөлімге де келдік. Сөз кезегі сіздерде. Бағалау және рефлексияға өтейік. Не үйрендім, немесе менің ақындық жолым, немесе ақындар кеңесі жолдар бойынша бір-бірімізге кері байланыс жасауымызға болады. Иә, әріптестер, сөз сіздерде. Сұрақтарыңыз бар ма? Кері байланысқа шығасыздар ма? Кім кері байланысқа шығуға әзір?
Егер кері байланыс болмаса, онда сіздердің барлықтарыңызға рахмет. Осы авторлық бағдарламаны ары қарай өзіңіздің іс тәжірибеңізде қолдануға болады деген әріптестер болса, менімен байланысқа шығуға болады. Қолымнан келген көмегімді жасаймын. Сіздермен әріптестік байланыста жұмыс істеуге әзірмін. Назарларыңызға рахмет.